Мен сенемін жастарға, алаш атын аспанға, шығарар оларды бір таңда. Мен сенемін жастарға. Бұл ғасыр бұрын жастардың жігеріне сеніп, оларға аманат арқылатқан өлең еді. Әлі де өз маңызын жоғалтпаған Мағжанның рухты өлеңі бізді жігерленетіні анық. Мағжанның сенген жастары ел үмітін ақтады, егемендікті алды, тәуелсіздіктің таңын атырды. Ендігі Мағжанның сенген жастары бізге келген тәуелсіздіктің қадіріне жетіп, ұлттық болмысымызды сақтай отырып, алға қарай қадам басы біздің алғашқы жоспарымыз болуы тиіс. Себебі бізге берілген мүмкіндіктер шексіз. Мұның бәрі ел болашағы үшін атқарылған дүние. Мағжан секілді біз де өз кезегімізде болашағымызға өшпес мұра қалдыруға міндеттіміз. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жас ұрпаққа қамқорлық, оның қазіргі өмірі мен болашағы үшін қам жеу қашанда менің саясатымның басты мағынасы болған. Әрбір жас қазақстандықтың жақсы білім алатын, отбасын құратын, жеке тұрғын пәтерге ие болатын мүмкіндігі бар деді. Бұл тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай өткізілген форумда айтылған еді. Елбасының бұл сөзі алпамыс аузыма түс дегенді меңзеп отырған жоқ. Жастарға берілген мүмкіндіктің бәрі де өз еңбектенуді, өз ізденуді талап ететін әрекеттер. Ілгері технологияны меңгеріп, заман талабына сай іскер, білімді, белсенді қоғам болуға атсалысу қазақ азаматының міндеті. Қазіргі заман білім мен ойдың жарысқан заманы. Лайықты білім алып, күштің ілгері басуына үлес қосуға бәрімізде құқылымыз. Болашақтың көпірі біз, жастар. Бар берілген мүмкіндікті дұрыс пайдаланып, артылған сенімді жауапкершілікпен сезініп, аманат елді болашаққа жеткізу.